Саламатсыз апай. Саламатсыз апай. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қыздар, қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз апай? Жақсы. Жақсымын. Қазір кішкене жиналыңыздар, сосын сабақты бастаймыз. Бізде жалпы қазақ тіліне байланысты өзгерістер болып жатыр. Сол бойынша хабарландыру жасаймыз қазір. Кішкене жиналып алыңыздар. 20 минут. Саламатсыз апай, қалайсыз? Саламатсыз апай. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қыздар, қалдарыңыз қалай? Сандарыңыз енді 28-ге жетті. Кішкене 30-дан асыңыздар, сосын сабақты бастайық. Негізі 50 қанша оқушысыздар, 52 ма? Сондай болыпсыздар. Әдебиет бойынша енді ешқандай өзгеріс жоқ. Әдебиетте сол баяғы шығармалар, бірақ қазақ тілі пәні бойынша бізде өзгеріс болып жатыр. Неге десеңіздер, өйткені спецификацияны көрген болсаңыздар, осы 2-3 күн бұрын ғана жарияланды. Былтырғы спецификациямен айырмашылық бар, яғни біз оқушыларды былтыр қалай дайындадық, ол нәрсе биыл сіздерге келмейтін болып тұр. Енді келмегенде спецификацияда жоқ, бір 100% алып тастады дегенге де қатты бір сеніп отырған жоқпыз. Мүмкін мәтіннің ішіне бере сала ма, мүмкін сәйкестендіруге бере ме, нақты білмейміз. Бізде фонетика саласы толық алынып тасталған. Осы соңғы өзгеріс бойынша. Одан кейін келесі өзгеріс ол лексика саласы бойынша. Лексика саласынан тек қана айналдырған сөз мағынасының 6 түрін, одан кейін көнерген сөз, термин сөз, келесі бір нәрсе термин сөз, сосын қазір кәсіби сөз. Осы айналдырған 3-4-еуін ғана алған, сонымен бізде лексика саласын жауып тастаған. Ары қарай бізде қазақ тіл білімінде сөзсам деген сала бар еді, жаңа сөздердің жасалуы деп, жұрнақ, жалғау, мынау зат есім тудырушы, мынау зат есім тудырушы, мынау етістік тудырушы деп өтетінбіз. Одан кейін дара сөз, күрделі сөз деп өтетінбіз. Оны да алып тастаған. Морфология саласы бойынша толыққанды енді 9 түрлі сөз табы кіріктірілген. Одан кейін синтакске баратын болсақ, синтаксте бізде сөз тіркесін өтеміз, сөз тіркесінен кейін сөйлемін өтеміз, оның барлығы бар. Сөздердің бірыңғай мүшесі, сөздердің айқындауыш мүшесі деген дүниені алып тастаған. Сосын тыныс беру мүлдем алып тастаған. Біз бұл жеке бір
Кстати, микрофонды өшірейікші. Пунктуацияны біз жеке қосып, соңында өткенбіз. Ал биыл пунктуация мүлдем спецификацияда жоқ, тек белгі деп берілген. Ол мысалы төл сөздің тыныс белгісі ретінде ғана берілген. Құрмалас сөйлем соның ішінде салғыласының тыныс белгісі ретінде сол салғылас құрмалас сөйлемнің ішінде ғана қарастырылған. Енді бізде сондай мәселе болып тұр. Мен онымен өте берсем, сіздерде көп тақырып қалып қалатса, ертеңгі оқуға келген кезде олар келіп қалса, біз не істейміз? Ал жарайды, ол келмейді деп мен сіздерге спецификация бойынша оқытсам, тағы да қиналып қалатын секілді сіздер. Шыны керек, нақты әлі білмей тұрмын. Қазір мен спецификацияны тағы бір нақты не қалды, не өтеміз, соны бір айтып шығайын. Қазір оңайлады. Енді спецификацияға қарасаңыз оңайлаған секілді, бірақ сұрақтардың форматы қандай болады, сол қызық болып тұрмаған. Өйткені көп тақырып алынып, даусым қатуы мүмкін, кешірім сұраймын, өйткені мына жерден интернеттен спецификация ашып жатырмын. Қараңыздар, мынау 2020 қазір айтамын. Мына спецификация кейде бұрын осының алдында, яғни мына жаңасы шықпай тұрып көшірілген болатын. Қазір 1 минут, 1-2 тақырып емес, бүтіндей бір сала жоқ бұл жерде. Мен ғой өтіп кете берем, бірақ ертең күні ол нәрселер келмей, қазақ әдебиеті тереңдете келетін болса, сіздер тақырып қаласыздар. Қараңыздар, мынау 2022 жылғы, яғни былтырғы түлектерге көрсетіп отырған жоқпын сіздерге. Қазір мен демонстрация жасайын, бірінші ашылсын. Міне, қараңыздар, мынау жүре салайын. Мынау 2023 жылдан бастап қолдану үшін 2022-нің 7 айының 21-де Руслан Емелбаевтың спецификациясы. Енді қараңыздар, сөздерін фонетика түр, орфографиялық норма, орфоэпиялық норма, дыбыстық жүйе, емле, сөз аралығындағы ықпалдар, жалғаулар мен шылаулар, заңына сәйкес жазуы деген нәрсе. Келесі лексика, тура ауыспалы мағына, амоним, антоним, синоним, фразеологизм. Қараңыздар, мақал мәселелердің эмоционалды мәнін көрсету деп. Сосын морфология және сөз жасам екеуін бірге қарастырғанда зат есім бөлініп қолдануы, зат есім есімнің орнына зат есімді қолдану міне жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздер және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану деп жұрнақ, жалғау, негізгі туынды сөз дегенде қараймын. Келесі бізде синтаксис деген сала болатын. Синтаксис деген салада төл сөз, төле сөз, сөз тіркесі, тұрлаулы, тұрлаусыз мүше, сөйлем ішіндегі бірыңғай мүшелер, айқындауыш мүше, және сөйлемдердің айтылу мақсаты мен құрылымы, құрмалас сөйлем салалар. Сосын мені қараңыздар, пунктуация деген жеке бір не бесінші не ретінде алынып тұр. Қараңыздар, төл сөз бен төле сөз, сөйлем соңында және сөйлем ішіне қолданылатын даралаушы, ерекшелеуші тыныс белгілер, қабаттасып қойылатын тыныс белгі деген да. Ал енді мен сіздерге биылғыны көрсетем. Қазір 1 минут. 1 минут. Мынау енді биылғы. Биылғыда не бар? Бұл қашан бекітілген? 9 айдың 18 күні, яғни не бәрі 4 күн бұрын бекітілген спецификация. 24 жылдан бастап қолданады. Яғни сіздерге қолданады бірге бөлек жазылатын, дефис арқылы жазылатын орфографиялық нормаға сай жазу. Сосын ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Бітті. Фонетика жоқ. Дыбыс деген нәрсені алып тастаған. Тек қана сөздерді қандай кезде бөлек жазамыз, бірге жазамыз, дефис арқылы деген орфографиялық норма ғана қалған. Лексикалық нормаға тура мағына, ауыспалы мағына, көп мағына, амоним, антоним, көнерген сөз, неологизм, термин, кәсіби сөз, табу сөз. Бітті. Фразеологизм жоқ, қараңыздар. Фразеологизм бүгін біз өтетін идиомалық тіркес, фразалық тіркес, мақал мәселелерді алып тастаған. Байқап отырсаңыздар. Одан кейін графикалық норма, морфология және сөз жасам дегенде зат есім мағыналық түрі. Қараңыздар, зат есім мағыналық түрі дейді. Бізде әрбір сөз кітабын өткен кезде мынандай бар еді, зат есім оның құрамына қарай жіктелісі, құрамына қарай қалай жіктеледі, тұлғасына қарай қалай жіктеледі, мағынасына. Ал бұл жерде тек қана мағынасына қарай түрлерін және сөйлемдегі қызметін ғана сұраған. Сын есім шырай түрлері бітті.
сын есімнің бізде ең соңғы бір бөлімі ретінде қарастырылады, ол тек сын есімге ғана тән жаңағы салыстырмалы күшейтпелі ұшырайды. Сан есім мағыналық 7 түрі, сан есімнің мағыналық 6 түрі, есімдіктің мағыналық 7 түрі. Етістік салт сабақ етістік, яғни мынау мағыналық түрі ғана, болымды болымсыз дегенді айтып тұрған жоқ. Етіс түрлері есімше, көсемше, тұйық етістік, шақырай дегендер енді қалған. Үстеу, еліктеу сөз, оқшау сөз, шылау түрлері бітті. Осымен бізде аяқталады. Одан кейін грамматикалық нормада сөз тіркесі, есімді етістікті, байланысу тәсілдері түрлері жақсы, жалпылық айқындауыш мүше бар екен, жай сөйлем бар екен, құрмалас. Мына жерде енді қараңыз, бізде мына жерде пунктуация деген жеке түреді, бірақ пунктуацияны былай кіргізе салған. Тыныс белгілері және тыныс белгілері деп. Енді бізде осындай қатат қыздар, өйткені мен неде отырмын да қазір, интернетте отырған ең кішкене қатат. Келесі неде жоқ қатпады дейді. Енді қатып жатқандар болса, осындай ерекшелік бар. Енді бұл жерде біртіндеп өте береміз, бірақ сонда да акцентті осы тақырыптарға қояйық. Яғни ең басты нәрсе бізде орфографиялық норма. Мына фразеологизмді де бүгін өтеміз, бірақ бұны бір қалай айтайын, өзіміз үшін деп жаттауымыз керек та. Спецификацияда фразеологизм жоқ, мақал мәтел жоқ. Бірақ біз бүгін келіп тұрған тақырып болғаннан кейін өте береміз. Енді сөз жасамды мен білмей тұрмын, өтем ба, өтпеймін ба, әлде морфологияның ішінде қарастырып жіберемін бе? Себебі сөз жасамды жеке алмаған. Ал біз сөз жасам деп оған 4-5 сағат тағы арнайтын едік. Енді бұны білмей отырмын әлі де. Қарастырамыз, сонда да өзгерістерді айтып жатырмын сіздерге. Бірақ енді тіл білімі сол күйде өзгертілмейді. Тек қана мынандай нәрседе, зат есімді толық құрам жағына, тұлға жағына тоқталып, мынау дара, мынау күрделі, мынау негізгі туынды деп, негізгі мағыналық түрі деректі дерексізге тоқталмай кеткенде, слегка ғана тоқталып кетсем, ертеңгі күндері сіздерге былай қиындық болып қалады. Сонда өзі уақытқа дейін өткендер, осы уақытқа дейін өткендер, ол сол күйде сіздерге білім ретінде қалады. Мүмкін сәйкестендіру де келеді. Мүмкін мәтін бар ғой, контекст. Мүмкін сода келеді. Бірақ енді бұл 18-і күні қабылданған заң. Оған дейін біз барлығымыз сол қазақ тіл білімі деп қана жүрдік. Енді фонетиканы, былайша айтқанда, тек қана орфографиялық норма деңгейінде ғана алып қарастырған. Сондай, сол өзгерісті айтайын дегенмін сіздерге жалпылама. Ықпал бірақ бәрібір келе береді. Осы спецификация группаға жіберілді ме дейді. Группа емес, тест-центрдің сайтында тұр. Міндетті түрде группаға жіберу міндет емес. Тест-центрдің сайтында тұр. Сол жерден ала берсеңіздер болады. Жақсы. Ал кеттік енді бүгінгі сабаққа тоқталайық. Жалпыма бір кіріспе секілді болсын. Лексика саласы деп өттік. Лексика саласын біз мағына тұрғысынан өттік. Естеріңізде болса, 6 мағынасын өткен болатынбыз. Одан кейінгі тақырып бізде лексиканың ішіндегі жаңағы қолданыс аясы шектеулі сөздер деп, яғни пассив лексикаға жататын сөздер деп қалған болатынбыз. Енді бізде бүгін фразеологизм деген тақырып. Фразеологизм деген не? Осы уақытқа дейін сіздерде қандай түсінік болды? Бірінші содан бастайық, Тұрақты тіркес. Тұрақты сөз тіркесі, жақсы. Тұрақты сөз тіркесі. Оның басқа тіркестерден қандай айырмашылығы бар? Бізде тіркестің жалпыма қанша түрі бар? Бір тұтас ұғымды білдіреді, бір сұраққа жауап береді дейді. Сөз тіркесінен қандай айырмашылығы бар? Тұрақты сөз тіркестері олар жеке тұрып сөз бола алмайды. Андай мағына бере алмаймыз.
Сөз тіркесіндегі Ал сөздердің салмақ орнын қолдана беруге болады, бірақ фразеологизмдегі сөздердің орнын ауыстырып қолданылады. Фразеологизм жиналып келіп бір ғана мағына береді. иә. Тұрақты тіркес еще бір сұраққа ғана жауап береді, бәрі бірігіп. Және ол сөздердің жақсы. орнын ауыстырса бермейді. Яғни ол тұрақты болу керек, сонда мағына береді. Өте жақсы. Ал енді кеттік. Тұрақты сөз тіркесінен бастайық, иә? Тұрақты сөз тіркесі деген не? Жалпы біздің қазақ тіл білімінде тұрақты сөз тіркесі, тіркескен сөз және ең соңғысы сөз тіркесі деген тіркестің жалпылама 3 түрі бар. Соның ішінде біз бүгін лексика саласының ішінде қарастырылатын ең бірінші тіркестің түрі тұрақты тіркеске тоқталамыз. Яғни тұрақты деп тұр, атында айтып тұр, иә? Мысалы, сіздің тұрақты жұмысыңызды айтыңызшы десе, немесе тұрақты мекен жайыңыз деп, яғни сіздің ауыспайтын, сол жерде нақты жұмыс істеп жүрген дегенсек, немесе сол жерде тұрып жүрген, нені мекен жай, немесе жұмыс деген секілді. Сонда тұрақты сөз тіркестерде тұрақты депті. Тұрақты, яғни орны не істелмейді, ауыстырылмайды. Әу баста қалай қалып тасты дәл солай кетеді. Уақыт өзгереді, уақыт жылдап өзгереді, ғасырлап өзгереді. Бірақ бұл сөз тіркестерінің орны не? Тұрақты. Ешқашан біз басқа сөздермен ауыстырмаймыз құрамындағы сөздерді. Мысалы қараңызшы, мынандай ғой, Алла тағала бәріміз жаратты, иә? Мысалы үйіңізде бірнеше бауырсыздар. Мысалы немесе сіздің әке-шешеңіз ғой болса 2 адамды жаратты. Сіз бірақ, мысалы 4 бауырыңыз болса, сіз 4 бауырыңызды өзіңіз қалағандай таңдап алмайсыз ғой, иә? Әу бастан сізді солай жаратты. Бітті, сіздің өзіңізден бөлек 4 бауырыңыз бар, 2 ағаңыз бар, 2 әпкеңіз бар деген секілді мысалы ретінде. Бітті, ол солай қалыптасады. Оларды не істей алмайсыз, ауыстырмайсыз. Дәл сол секілді тұрақты сөз тіркестері әу баста солай қалыптасты. Қанша ғасыр өтсе де, қанша жыл өтсе де, олардың орны сол қалпы тұрақты болып қалады. Ешкім келіп олардың ішіндегі бір сөзді жұлып алып, басқа сөзбен не істей алмайды, ауыстыра алмайды мүлде. Енді бұл тұрақты сөз тіркестерінің өзіндік басты ерекшелігі бар. 2 немесе одан да көп сөзден құралады. Бізде сөз деген бар, сосын сөз тіркесі деген бар. Яғни сөз деген бір ақтал болады, сөз тіркесі деген 2 немесе одан да көп сөздің бірінің үстіне бірінің тіркесіп келуі. Сонда анау құрамында 3 сөзден тұратын тұрақты сөз тіркесі болса, олардың құрамындағы сөздер ешқашан ауыспайды, және олар барлығы біргеді да бір ғана сұраққа жауап береді. Бірігіп, бір ғана неге сұраққа жауап береді. Сонда олар бір ғана сұраққа жауап береді, одан кейін сол 3-4 сөз тіркесіп келіп, бір ғана ұғымда қолданылады. Мысалы, кітап деген ол оқулық, біз оқитын зат ретінде қолданылады ол кітап. Ал егер оны мен мынандай тұрақты тіркес ретінде басқа бір сөзді алсам, мысалы, көкірегі қарс айырылды десем, немесе ит арқасы қиянда десем, мына 3 сөз барып не істейді? Бір ғана ұғымды білдіреді. Сонда тұрақты сөз тіркесі дегеніміз не? Тұрақты сөз тіркесі дегеніміз 2, я болмаса одан да көп 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін, яғни бірнеше сөздің тіркесу арқылы жасалып, бір ғана мағынаны білдіріп, және бір ғана сұраққа жауап беретін, құрамындағы сөздердің орнын мүлдем басқа сөздермен алмастыруға келмейтін не? Тіркес болып табылады екен. Мысалы, қараңыздар, мына жерде әдейі мен сіздерге бірнеше тұрақты тіркес алдым. Осылардың ішінде, мысалы, қараңыздар, көкірегі қарс айырылды. Көкірек дегеннің орнына біз мысалы басқа сөзді, оның несі басы қарс айырылды деп айта алмаймыз. Егер біз сөздің орнын ауыстырып қолданатын болсақ, оның әу бастағы мағынасы не істейді? Өзгеріп кетеді. Мысалы, ит арқасы қиянда білдіретін мағынасы алыс, бірақ мен оның орнына мысық арқасы қиянда десем, болады ма? Жоқ, иә? Жүрегінің түгі бар дегенді, бүйрегінің түгі бар, бауырының түгі бар десем, оның бір мықты батыл адам екенін білдіре ма? Білдірмейді. Көзді ашып жұмғанша, жұдырықты
ашып жұмғанша десем, бір лезде деген мағынаны білдіре ма? Білдірмейді. Жүрек жалғады, оның тамақ ішкенін білдіреді. Асқазан жалғады, қарын жалғады десем, ол да не істемейді? Тұрақты тіркес бола алмайды. Мұрнына су жетпеді дегенді, аузына су жетпеді, немесе көзіне су жетпеді деп ауыстыра алмайды. Дәл сол секілді қас пен көздің арасында дегенді не істейміз? Мұрын мен ауыздың арасында деп айтатын болсам, бәрібір ғой, олардың барлығы дене мүшесі ғой деп қолдана берсем болады. Бірақ әу бастағы мағына не істейді? Өзгеріп кетеді. Жаны мұрнының ұшына келу. Не істейміз? Соңғана тоқытер сәті жаны мұрнының ұшына келіп тұр деп айтамыз ғой. Міне соның орнына жаны аузының ұшына келді деп қолдана алмаймыз. Сонда тұрақты сөз тіркестерінің құрамындағы сөздердің орны тұрақты. Және бұлар, мысалы, кітап деген сөз жеке тұрып бірі оқитын дүние деген ұғымды білдірсе, бұлар бірнешесі бірнешесінен бірі тіркесіп келіп, бір ғана ұғымды білдіреді екен. Енді сіздер сұрақ қойғансыздар алдында, апай, идиомалық тіркес деген не деген секілді. Енді оны қарама, қазір біліп алсаңыздар жеткілікті. Енді бұл ұбт-дан да алынып тасталған. Бірақ сонда да сіздерде түсінік болуы керек. Неге біз идиомалық тіркесті осы түсінбей жүрмін деп айтамыз? Алла қаласа жоғарғы оқу орнына барған кезде лексика деген саланы 15 апта өтесіздер. Сол кезде бұны тұрақты сөз тіркесін, идиомалық тіркес, фразалық тіркес деп тағы да еркін тоқталасыздар кеңінен. Қазір бір кіріспе секілді сіздерге идиомалық тіркес пен фразалық тіркесті өтіп кетейік. Өйткені бізде лексикада қанат сөздер деген тақырыпты алатын болсаңыздар, бірінші фразологизм, екінші идиомалық тіркес, үшінші мақал-мәтел, одан кейін нақыл сөз деген сияқты тұрады. Енді осылардың қандай айырмашылығы бар дейтін болсақ, ең бірінші фразологизм. Негізі идиома фразологизмнің ішінде қарастырылуы керек. Жеке оны негізі көп тіл білімінде алып қарастырмайды. Неге? Өйткені тұрақты тіркес бізде екіге бөлінеді. Идиомалық тіркес болады және фразалық тіркес болады. Фразологизм дегеннің өзін сонда екіге бөледі екен. Бірінші фразалық тіркес, екінші идиомалық тіркес. Енді айттық біз, қараңыздар. Мына екі немесе одан да көп сөз естиді. Бірінен кейін бірі келеді да, осылар бірге біріккен жағдайда ғана не істейді дедік? Біріккен жағдайда ғана толық бір мағынаны береді. Осы үшеуі. Дәл сол секілді мына екеуі не істейді? Тіркесіп келіп бір мағына береді. Қас пен көздің арасы деген лезде бір жақын сондай бір уақытты көрсетеді. Бұл төрт сөздің не істеу арқылы тіркесу кезінде ғана ұғым қолданылады. Енді идиомалық тіркес пен фразалық тіркеске оның қандай қатысы бар десек, идиомалық тіркес осы тұрақты тіркестің құрамындағы әрбір сөздің жеке мағынасымен, мына үш сөз тұр ғой, қараңыздар. Осы үш сөздің соңындағы білдіретін мағынасы бар ғой, мысалы, ит арқасы қиянда алыс деген ұғымды білдіреді ғой. Сол алыс деген ұғыммен мына тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің мағынасы бір-бірінен алшақ болады. Яғни мүлдем неге келмейді? Қисынға келмейді. Мүлдем бір-бірінен не? Басқа мағынада. Сонда ит, арқа, қиян дегендердің барлығы бірігеді, алыс деген ұғымды білдіреді. Сонда мына соңғы білдіретін мағынамен мына тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің мағынасы бір-біріне не? Жат болады. Ал фразалық тіркесте жалпылама олар бірігіп келеді, бірақ соңындағы білдіретін мағынамен оларда ұқсастық болады. Қазір оған мына жерден жеке-жеке мысал келтірейін. Мысалы, мұртын балта шаппайды деген сөздің мағынасы қандай? Тіркестік. Мұртын балта шаппайды дейміз. Қараңыздар, мұрт балта шаппайды. Мына жерге жазайын. Мұртын балта шаппайды. Ал. Ойланыңыз. Уайым қайғысы жоқ деген. Мұртын балта шаппайды дегеннің мағынасы, ол ешқандай зәру емес, ол мұқтаждығы жоқ адам деген сөз. Мұқтаждық көрмейді. Қараңыздар. Мына осы үш сөздің
Біріккен кездегі мағынасы оның мұқтаждық көрмеуі деп алайық. Қараңыздар, мұқтаждық көрмеу. Енді мұқтаждық көрмеу деген сөзбен мынаның ішіндегі сөздердің жеке тұрған кезде мағына мұрттың мысалы мұқтаждық көрмеуге не қатысы бар, балтаның не қатысы бар, шаппаның не қатысы бар. Міне, бұл бізде идиомалық тіркес. Яғни, анау тіркестің құрамындағы сөздермен сол тіркестің соңғы білдіретін мағынасының не істейді? Арасында алшақтық болады. Ал енді қараңыздар, фразалық тіркеске бір мағына білдірейік. Жаман көз. Яғни ол көз алартты немесе жаман көз дейміз. Ол не істеді? Ол адамды жақтырмады. Жақтырмауға көздің қатысы бар? Бар. Иә. Мағыналық тұрғыдан бар. Өйткені бүйтіп көзін алартып жіберсе, адамды жақтырмағанын біз не істей аламыз? Біле аламыз. Дәл сол секілді, мысалы, қауғабас дейміз. Қауғабас. Бұл нені білдіреді? Қауғабас. Жалғыз басты деген ба? Қауғабас деген үлкен бас дегенді білдіреді. Яғни мына жерде ешқандай ғана айырмашылық жоқ. Қауға деген үлкен дегенді білдіреді. Бас деген адамның басы, осының негізгі мағынасы үлкен бас дегенді көрсетеді. Қатты бір ондай айырмашылық жоқ. Енді қараңыздар, қолды болды дегенді алайық. Қолды болды. Мағына қандай? Оның заты қолды болыпты дейміз. Ұрланды ма? Ұрланды. Енді ұрлықты ол немен жасайды? Ұрлықты қолмен жасайды. Көрдіңіздер ма? Мына соңғы білдіретін мағынамен сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің мағына жағынан несі бар? Ұқсастығы бар. Алшақ кеткен жоқ. Бұл міне бізде фразалық тіркес деп аталады. Ал алшақтық болса идиомалық тіркес дейді. Мысалы қараңыздар, мысалы аузын қу шөппен сүртті дегенді алайық. Мағынасы қандай? Қалай ойлайсыздар? Мынаның мағынасы қалай деп ойлайсыздар? Иә? Қандай? Сараң. Мысалы сараң адам, қолынан сараң дегеннің, мысалы ауыз дегеннің, қу дегеннің, шөп дегеннің, сүрт дегеннің, сараң деген сөзбен байланысы бар ма? Жоқ. Ал ауыз тимеді десек, ол тамақтан ауыз тимеді деген? Тамақ ішпеді. Тамақ ішпеді дейміз, е? Ішпеді, жемеді дейміз. Енді оның ауызға қатысы бар ма? Бар. Бар. Адам не істейді? Тамақты сол ауызбен ішеді. Міне көрдіңіздер ма? Сонда мынау идиомалық тіркес, ал мынау фразалық тіркес. Фразалық тіркес деген мына ең соңындағы білдіретін мағынамен тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің мағына жағынан несі болады екен? Жақындығы болады екен. Ал идиомалық тіркесте мына білдіретін мағынамен тұрақты тіркестің құрамындағы сөздердің мағына жағынан ұқсастығы болмайды екен. Мысалы қараңыздар, мұзға отырғызып кетті. Фразологизмге жете ма? Ау? Сонда идиома фразологизмге жете. Идиомада фразалық тіркес. Ішінде, идиомалық тіркесте, фразалық тіркесте тұрақты тіркестің құрамында қарастырылады. Кейін зерттеу арқылы жоғарғы оқу орнына барған кезде идиомаларды жеке қарастырасыздар, бірақ айналып келгенде тұрақты тіркестің құрамында ғана қарастырылады. Мысалы қараңыздар, мұзға отырғызып кетті дегенді алайық. Алдап кетті. Құлақ салды. Алдап кету. Енді алдауға мұздың не қатысы бар, отырғыздың не қатысы бар, отырғызып кетудің, е? Қарасаңыздар. Ал құлақ салды деген не болады? Тыңдады. Яғни тыңдау ол не арқылы? Құлақ арқылы жүзеге асады. Құлақты шынымен де бүйтіп тұрып тыңдады дейміз. Ал қараңыздар, ит терісін басына қаптады дейміз. Иә. Ашуланды. Қорқытты, ашуланды. Ашуланды болатын шығар. Жанын шығарды деген сөз. Жақсы. Ит терісін басына қаптады, ұрысты, ашуланды дегенді білдіреді. Енді сіз біреуге ұрсу үшін иттің терісі не қажеті бар, оның басына қаптаудың
қажеті бар? Мысалы, я мағына жағынан қарасаңыздар. Мына бұл бізде идиомалық тіркеске жатады екен. Жатады екен. Сонда фразалық осыны білсеңіздер жеткілікті сіздерге. Қалған дүниені асықпай жоғары оқу орнына барғаныңызда зерттеп, мені лексикалық бірлік, лексикалық түбір, лексикалық тұтастық деп, идиоманың өзін идиомалық тұтастық деп жеке өтіп аласыздар. Қазірше сіздерге фразологизмнің ішінде қарастырылатын идиомалық тіркес пен фразалық тіркесті білу жеткілікті. Түсінікті ма? Иә. Апай. Түсінікті. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Енді біз не істейміз? Біз өзіміз білетін тұрақты тіркесті жалпы сөз тіркесімен салыстырамыз. Сөз тіркесі деген нәрсе бар, тұрақты сөз тіркесі деген нәрсе бар. Бұлардағы басты айырмашылық қандай, иә? Бірінші осының айырмашылығын түсініп алайық. Жаңа айтқанымызда ең бірінші тұрақты сөз тіркесінің құрамындағы сөздер не тұрақты? Мысалы, жаңағы қыздың жиған жүгіндей дегенде әпкенің жиған жүгіндей, немесе жеңгенің жиған жүгіндей деп айта алмаймыз. Яғни жинақы, сондай бір не дегенді білдіретін қыздың жиған жүгіндей деген тұрақты тіркестің құрамындағы жиған, қыздың жүгіндей деген сияқты қылып өзгерте алмаймыз. Бұлардың құрамындағы сөздер тұрақты. Ал сөз тіркесінің құрамындағы сөздерді біз ауыстыра аламыз. Оған мысал ретінде алайық. Мысалы, сөз тіркесі деген не? Сөз тіркесі деген сіздің бір әдемі қыз деп алайық. Осының ішіндегі біз әдеміні сұлу деп ауыстыра береміз. Немесе сұлу, ару деп те айта аламыз. Яғни сөздерді не істей аламыз? Сөз тіркесінің ішіндегі сөздерді ауыстыра береміз. Яғни ол сөйлеу кезінде сіздің ыңғайыңызға қалай келеді, біз солай сөйлей береміз. Ал сөз тіркесін, сіз тұрақты сөз тіркесін айтқан кезде, менің қазір айтып сөздерді ауыстырып тастай алмайсыз. Міне басты айырмашылығы не? Осында. Одан кейін сөз тіркесіндегі мына әрбір сөз жеке сұраққа жауап береді. Сөйлемнің ішінде де әртүрлі қызмет атқарады. Мысалы, сұлу дегенге біз қандай сұрақ қоямыз? Қандай ару дейміз, иә? Сұлу деп. Ал сұлу кім? Сұлу ару деп әрбір сөзге не істейді екенбіз? Жеке сұрақ қояды екенбіз. Ал мынау қыздың жиған жүгіндей зат дегенге біз бейт алмаймыз. Кімнің қыздың не істеген жиған, несіндей жүгіндей демейміз. Қыздың жиған жүгіндей көрпе десек, қандай көрпе дейміз. Мына үшеуіне не істейміз? Бірдей сұрақ қояды екенбіз. Сөйлемдегі қызметіне қарай бұлар міндетті түрде бірігіп келіп, осылай бір ғана сұраққа жауап береді. Одан кейін мыналардың сөз тіркесінің құрамындағы әрбір сөз жеке мағына білдіреді. Мысалы, сұлу деген әдемі, көрікті, сондай бір көркем дегенді білдірсе, ару деген ол жалпы қыздарға айтылады, ару, қыз деген сияқты біз ары қарай қолданыла береміз. Яғни олардың жеке мағынасы бар. Ал мыналар тұтасып келіп білдіреді. Жаңа айтқандай, әрқайсысына жеке сұрақ қояды. Сөйлемде мысалы мынау анықтауыш, мынау бастауыш болуы мүмкін. Ал мынау қандай деген сұраққа жауап беріп, мына үшеуі бірігіп келіп анықтауыш қана болуы мүмкін. Одан кейін мынаны еркін аударма жасай аламыз. Сұлу ару немесе сұлу қыз дегенді красивая девочка деген сияқты айта аламыз, иә? Ал қыздың жиған жүгіндей дегенді орысша айтып көріңіздерші. Иә? Қыздың жиған жүгіндей дегенді орысшаға. Немесе ит арқасы құянда дегенді. Ол аударылмайды ғой нақты. Иә, аударылмайды. Яғни сіз қанша аударсаңыз да дәлме-дәл аударма болмайды. Жаңағы красивая девочка деп қалай тұр, солай аудара салдық. Ол сол мағынасын сақтады. Бірақ тұрақты тіркестер ешқашан олай дәлме-дәл аударма жасалмайды. Міне сөз тіркесі мен тұрақты тіркестің басты айырмашылығы осында. Яғни мынаның құрамында қанша сөз болса да бір ғана мағынаны білдіреді. Мынаның құрамында қанша сөз болса, әрқайсысы жеке мағынада қолданылады. Сосын орын ауыстыруға келмейді тұрақты. Қыздың дегенді біз әпкенің, сіңлінің, жеңгенің деп ауыстыра алмаймыз. Ал мына сөз тіркесіндегі сөздердің орнын сөйлеу кезінде әртүрлі өзгерте береміз. Яғни сіздің ыңғайыңызға қалай келіп тұр, солай өзгерте береміз. Мысалы, жаңағы олар 40 пышақ болды дегенді, мысалы 40 деген қолданып тұр,
40 пышақ. Ұрыс керіс, яғни шу болғанын көрсетеді да, олардың бір арасында бір сондай даудың болып қалғанын 40 пышақ. Мысалы, біз соны 20 пышақ деп айта алмаймыз. 30 пышақ деп қолдана алмаймыз. Міне басты айырмашылық осында. Одан кейін біреудің бағы жанды дейміз, иә? Оның жолы болып кетті, бағының жанғанын. Бағы дегеннің орнына бақшасы жанды деген секілді, мысалы, иә? Ондай бақ немесе бабы жанды деген секілді не істей алмаймыз, қолдана алмайды екенбіз. Енді жалпы тұрақты тіркес пен сөз тіркесінің басты айырмашылығы осында. Түсінікті болды ма? Иә, Енді екеуінің айырмашылығы жасадық. Енді біз тіркескен сөзді өтеміз. Сосын мына сөз тіркесі синтаксис саласына барған кезде үшеуінің айырмашылығын бір-бірінен ажырататын боламыз. Яғни үшеуінде қандай айырмашылық бар, бір-бірінен қалай ажыратуымыз керек, міне соны сол кезде түсінетін боламыз. Енді біз естеріңізде болса, алдында амоним, синоним, антоним дегенді өткенбіз, иә? Антоним деген қарама-қарсы, синоним деген мағыналас дедік. Ал енді мына фразеологизмнің өзінде, тұрақты тіркесінің өзінде бір-біріне мағынасы жақын, бір-бірінен мағынасы алшақ, тұрақты тіркестер болады екен. Ал енді қалай ойлайсыздар? Фразеологиялық антоним, яғни бір-біріне қарама-қарсы мағыналы антоним дегенге нені мысалға келтіре аламыз? Ол жерде неге қараймыз? Иә? мағынаға байланысты қараймыз ғой. Мысалы, тұрақты тіркес қандай мағына береді? Мысалы, келтіріп көрейікші. Мағынасына дейді, жақсы. Өте жақсы. Мысалы, бір-біріне синоним болатын фразеологизмдер, бір-біріне антоним болатын фразеологизмдер дедік. Ал мысалы келтіріп көрейік. Мысалы, фразеологизмдегі қолы ашық дегенді біз ақша бере алатын деп айтамыз. Жаңағыдегі сараң дегенді біз антоним ретінде алсақ болады. Және де біз айттық қой, андай бір сөз айту керек. Азарда безер болды, ат тонын ала қашты. Ат ізін салмады, ат ізін құрғатпады. Өте жақсы. Мына жерде қараңыздар, мен мына жерде сіздерге фразеологиялық антонимдерді бердім. Алтау. Антоним болған фразеологизм бердім. Осыған қарама-қарсы мағыналы фразеологизмдер табуларыңыз керек. Яғни қараңыздар, антоним болу үшін мына нәрсе. Біз мысалы қараңыздар, жақсы дегенге жаман да аламыз, иә? Ашық дегенге жабық дегенді аламыз, ұзын дегенге қысқа дегенді аламыз, иә? Бір-біріне. Сіз мысалы жаңағы алыс, жақын, мысалы жақын дегенді алып, оған антоним ретінде ит арқасы қиянда дегенді алмайсыз ғой, иә? Өйткені жақын деген ол сөз ит арқасы қиянда деген тіркес. Сондықтан қазір мыналардың білдіретін мағынасы бар, дәл сол мағынаға қарама-қарсы болатын фразеологизмді аламыз. Яғни бір-біріне қарама-қарсы болу үшін екеуі бірдей дүние болу керек. Сіз мысалы, мен сізге былай айтсам, қолыңызға бір қолыңызға Samsung беріп, мысалы, екі түрлі зат беріп, осылардың бір-біріне қарама-қарсы жағын тап немесе салыстыр деп айта алмаймын. Не бұл жерде? Мына сөз бен сөз антоним болады, сөз тіркесі мен сөз тіркесі бір-біріне антоним болады. Ешқашан сөзге мынандай тұрақты сөз тіркесін антоним қылмаңыздар. Ит арқасы қиянда деді ма? Алыс дегенді білдіріп тұр ма? Соған жақын деген ұғымды білдіретін бір фразеологизмді қолданасыздар. Түсінікті ма? Бізде алдыңғы топтағы қыздар ат ізін салмады, ол келмеді, бүйтіп жазып қойған. Ат ізін салмады, оның мүлдем келмегені, бұған қарама-қарсы келді деп жазып қойған. Жоқ, ондай болмайды. Сол келді деген ұғымды білдіретін фразеологизмді жазуларыңыз керек. Ал кеттік, бесеуіне антоним болатын фразеологизм тауып көрейік. Иә. Ат ізін салмады.
Жақсы. Ат ізін суытпады. Жақсы. Екеуі келеді. Бағытайды, бағашылды. Ат құйрығын кесті мен ауыз жаласты бір-біріне антоним болады. Ауыз жаласты, ат құйрығын кесті. Ат құйрығын кесті деген олардың бір-бірімен былайша айтқанда араласпай мүлдем жоқ бітті дегені, ал ауыз жаласты деген олардың не істегені? Керісінше бір істі бірігіп, сондай немен істегендер. Жақсы. Бетінен от шықты, беті бүлк етпеді, өте жақсы. Бетінен от шықты деген оның ұялғанын білдіреді, ал беті бүлк етпеді деген оның не істемегенін. Мүлдем анау айтады ғой, беті бүлк етпеді, бетін тілсе қан шықпайды деп, сонда ұялмай, сөйтіп отырғанын, ұялмағанын білдіреді. Жақсы. Тәбеті Жақсы, өте ашылды, жақсы. тәбеті тартпады бір-біріне болады. Тәбеті ашылды, тәбеті тартпады. Тағы. Жүрек жұтқан, су жүрек деген бола ма, апай? Жүрек жұтқан, су жүрек, екеуі де бір-біріне антоним болады. Жақсы, бұл жерде жоқ болса да айтсаңыздар болады, білсеңіздер. Көрдіңіздер ме? Антоним деген нәрсе сонда мынаның білдіретін ат ізін салмады мен, жаңағы ат ізін суытпадының, ат ізін суытпады келмедіні білдірсе, ат ізін салмады келді. Міне бұл екеуі бір-біріне антоним болады деген секілді. Жақсы. Тағы қандай антонимдер мысалға келді? Ай оңынан туды, жолы болмады. Жақсы, ай оңынан туды, оның барлық істе бір жақсы жүріп кеткенін, ісінің алға басып кеткенін, ал келесі сөз бізден білмеген, оның жолының болмағанын, мүлдем жаңағы жұмыстарының өрге баспай жатқанын көрсетеді. Өте жақсы. Тағы ойланыңыздар. Ит аяғы қиянда мен ат шаптырым жер, бұл бізде антоним болады. Жақын мен алыс. Жақсы, ат шаптырым жер деген жақын, ал ит арқасы қиянда деген ол алыс. Өте жақсы, өте жақсы. Тағы Алыс деген сөз ғой. қандай? Ат шаптырым жер деген алыс деген мағынаны білдіреді ғой. Жоқ, жақын Жақын дегенді білдіреді. дегенді білдіреді. Қыздар, ат шаптырым жер қазір. Болмаса сүт Білмейді, пісірім уақыт деген болады ғой. Сүт пісірім уақыт. қазір ат шаптырым жер алыс емес, бір жақын жер дегенді білдіреді, иә. Алыс емес, жақынырақ. Яғни, анау ит арқасы қиянда деген кәдімгідей алыс дегенді білдірсе, ат шаптырым жер ондай бір жақын, я таяқ тастам жер десек те болады, ит өлген жер, өте жақсы. Ит өлген жер деген алыс, таяқ тастам жер деген ол жақын. Жақсы. Просто мен бағана таңертең Хаға романын оқығам ғой. Ол жерде ат шаптырым жер алыс деген мағынада бірнеше жерде қолданылады. Ол ат шаптырым жер деген алыс деген емес, кішкене ғана шалғай бітті. Мысалы қараңыз, сіздің ауылыңыз бен Алматының арасы 300 километр болса, ол кезде бір 60 километр деген секілді, мысал ретінде. Апай, онда ол тай шаптырым жер болмай ма? Абай жолында Екеуі бір. жақын ретінде қолданады. Ал Қаһар Ол енді романында Алексей Сембин басқаша қолданған шығар, негізі ат шаптырым жер деген жақын жер ғой. Руфина жазып жіберіпті, чатқа соны оқысаңыздар. Тілге келмеу, тілі байлану. Тілге келмеу деген қандай мағынаны білдіреді, Меруерт? Апай, мен айтайыншы, мен тағы да бір мысал. Сүт пісірім уақыт, қолған антоним бие сауымдай уақыт. Бие сауымдай деген бұл 1-2 сағат уақытты білдіреді, сүт пісірім уақыт бұл аз ғана уақытты білдіреді. Өте жақсы. Ал кеттік. Қас пен көздің арасы деген алыс емес, ол лезде, тез дегенді білдіреді. Ал енді мағыналас фразеологизм, синоним болады фразеологизмге. Қараңыз, аттың алғашты, жүз көріспеу, қан қақсатты, қабырғасы қайысу, жұлдыз оңынан туу. Міне осыларға синоним болады, мағына жағынан жақын болатын фразеологизмдер. Мысалға келтірейік. Ал Жұлдызы оңынан туды, бағы жанды. Айы оңынан туды. Иә. бағы жанды деген фразалық тіркес емес па? Ол фразеологизмнің ішінде өтіп жатыр. Ол біз фразеологизмді фразалық және идиомалық тіркесте бөліп қой.
Ол ішінде бөлініп тұр ғой, біз оны неге жатқыза береміз, қыздар ғой. бәрібір ғой неғып Тек қате біз таба беріп жүктедік. Жақсы. Ал. Атомның алғашты. Жүз көріспеу. Қан қақсатты, қабырғасы қайысу, жұлдыз оңынан туды деген бағы жандымен келеді. Жақсы. Жүз көріспеу, көптен кездеспеу дейді. Жоқ, көптен кездеспеу деген ол бір. Кездеспеу, көптен деген сияқтандай талдау болып кездеседі. Атомның алғашты, бойын алғашты. Жақсы, тағы. Жақсы, өте жақсы. апай қабырғасы қайысумен жүрегі қарс айырылды синоним бола алады. Қабырғасы қайыстымен жүрегі қарс айырылды ма? Жақсы, өте жақсы. Жұмған аузын ашпау, тіс жармау. Апай, қабырғасы қайысу, сағысыну деген бола ма? Жоқ, екеуі кішкене келмейді. Апай, мен айтайыншы, жұмған аузын ашпау, тіс жармау. Жақсы, екеуі келеді. Жұмған аузын ашпау, оны сөйлемей қой, тіс жармау, оны ештеңе айтпай қой. Жақсы, келеді. Иә, үндемеу. Жақсы, тағы. Ойланыңыздар. Жүрегі жарылу, төбесі көкке жету деген. Екеуі де қуану дегені білдіреді. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы. Маңдайы ашылған бақ қонған деген шапай. Маңдай ашық қонған десек те болады, иә. Тағы. Бақытты деген мағынада ше. Оян жүрек. Туы жүрек, қоян жүрек. Жақсы, екеуі жаңағы қорқақ дегенді білдіреді. Өте жақсы. Тағы. Жүз көрсетілген апай Одан кейін соған синоним ретінде екі езу құлағына жетті десек, екеуі де қуанышты білдіреді. Қан қақсатты, зар еңірейді, екеуі келеді, өте жақсы. жүз көрсетілген жүз шайысу. Жақсы. Көзді ашып жұмғанша, кірпік қаққанша. Жақсы. Жақсы. Көзді ашып жұмғанша лезде сүт жаңағы. Тағы бар ғой біреуі. Тез дегенді білдіретін. Қас пен көздің арасында деген. Иә, қас пен көздің арасы. Жақсы. Жерден жеті қоян тапқандай, екі езу екі құлағында. Жақсы, өте жақсы қарлығыш. Қой аузынан шөп алмас жуас. Аттының ала қашу мен басын алып қашу. Иә, жақсы. Соқырға таяқ ұстатқандай, одан кейін қандай? Таңбаға таяқ басқандай. Мен сондай бар еді ғой синоним. Таяққа таңба басқандай, анық. Сосын? Иә, соқырға таяқ ұстатқандай. Ол қандай? Мағына қандай? Соқырға таяқ ұстатқандай. Мысалы, апай, таяқ жер, ат шаптырым жер деген. Иә. Қол ұшым жер, таяқ тастам жер, жаны көзіне көрінді, өлім құшты дейді. Жоқ, өлім құшты деген ол өлді, жаны көзіне көрінді деген жаны жаңағы қатты бір шыдатпады деген мағына ғой. Түн ұйқысын төрт бөліп көз ілмеді, жақсы. Сосын апай, шай қайнатам, сүт пісірім уақыт деуген бола ма? Жақсы, жақсы. Өте жақсы. Ал кет. Мағыналас фразеологизм мен бір-біріне қарама қарсы мағынадағы антоним фразеологизмдер түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Иә, түсінікті болды. Иә, түсінікті. Енді былай жасаймыз. Мен сіздерге қазір чатқа ссылка салам. Бәріміз сол ссылкаға кірейік. Тез. Листау дегенді баспаймыз, тек аттарыңызды жазыңыздар. Кіріп, бірден тез тапсырманы орындап тастайық, есімдеріңізді жазып. Көп қана сұрақ.
әдейі сабақтың соңғы 5 минутына арнадым. 5 минут уақыт жеткілікті. Біреуінде бір-бірімен байланыстырасыздар, сәйкестендіресіздер. Апай, менде ашылмай жатыр сетке байланысты. Теңіздер ашылады. Менде де қазір бізде жауын болып, сөйтіп дұрыс емес. Кішкене Ашылмай жатыр. Менде ашылды. Бәріміз барынша жазуға нетуге тырысайық, тапсыруға. Бұл не апа дейді. Гүлсез ссылкамен кіріңіз, есіміңізді жазыңыз. Қазақ тілінен 4 сұрақты шағын тест түрінде болады, соны орындайсыз, болды, сол жеткілікті. Апай, қазір орында деп тұрсыз ба? Соңғы 5 минутында. Baştan. Ой, менде ашылмай жатыр. Күтіңіздер. Ссылка қайда дейді. Айзере, чатта. Мындағы өзіңіздің чатыңыздан кішкене жоғары шығыңыз. Қайдан салдым ссылканы, Айзере? Орында болдым апай. Жақсы болғаныңыздар, күте тұрыңыздар. Қазір бізде мақал мәселе деген бар, жалпылама соған түсінік бере кетейін. Сонымен сабақты аяқтаймыз. Апай, мынау неден шығып кетсем жаңа сайттан жауаптар өшіп кетпейтін шығар, иә? Нақты білмедім. Апай, мен болдым. Жақсы, жақсы. Ал кеттік енді. Жалпы мақал мәселелерді бір түсіндіріп өтейін, иә? Орындап отырып тыңдай беріңіздер. Қараңыздар, мақал мәселе деген не? Біз мақал мәселе айтамыз, жалпыма 90 ауыз сөздің толықтайды деген өзі. Яғни мен осылай ойлаймын, мен былай айтамын, менің ойымша деп барлығын айтып отырғанша, біз бір мақал мәселемен ақ не істей аламыз, бүтін де бір мәселені шеше аламыз. Немесе бір мақал мәселемен ақ тоқтау қоя аламыз деген секілді. Сондықтан қазақта мақал мәселе деген 90 ауыз сөздің толықтайды түйіні болып месел не деген саналады екен. Енді сіздерге жалпыма мақал мәселе ол түсінікті. Ал енді бізге ең керек нәрсе ол мақал мен мәтелдің айырмашылығы. Өйткені сіздерге берілген кез келген мысалы өнер алды қызыл тіл болсын, отбасынан басталады десек, еңбек бейнет емес зейнет деген секілді тағы не бар. Отан үшін отқа түспейсің, ата-ананың қадірін
ата анаңның қадірін бағал болған. Бұның барлығы мақал мәтел екені түсінікті. Енді қайсысы мақал, қайсысы мәтел деген кезде екеуінің айырмашылығына тоқталайық. Мақал ол бізде 90 ауыз сөздің тоқтай түйіні дейді да, бұл жалпылама аяқталған сөйлем. Яғни жарты жылдан қалып қоймайды. Ол қандай, яғни құрмалас сөйлем түрінде келеді. Көбіне екі жолға жаз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіреңдейді. Яғни құрылыс жағынан мақал мен мәтелде осындай айырмашылық бар. Сосын мақалда ой нақты айтылады. Яғни тұспалда, ол жерде бір астында жасырынып жатқан еш нәрсе болмайды. Одан кейін адамдарға бір нәрсені ақыл кеңес түрінде айтады. Мысалы, жауға жаныңды берсең де, сырыңды берме. Түсінікті айтып тұр, жау адамға, дұшпанға сен жаныңды берсең де, бүкіл сырыңды айтып қойма деп нақты айтып тұр. Немесе әке жүрегі таудан үлкен, ана жүрегі теңізден терең деген секілді. Бұл жерде ештеңені іштей бір жасырып, нетіп тұрған жоқ, иә? Ишаралап, тұспалдап. Ал мәтел керісінше бұл жай сөйлем түрінде береді, тек бір ғана сөйлемнен тұрады. Мысалы, әлім білмеген әлек. Ал не үшін әлім білмеген әлек? Түсіндірмейді, иә? Не үшін деген нәрсені. Одан кейін ой бұл жерде бір астарлау түрінде, бір жасырын түрінде келеді. Енді қараңыз, әлім білмеген әлек. Не үшін мен әлімді білмесем, әлек болам. Ары қарай сіз не істеуіңіз керек? Оны ойланып, ары қарай соның астындағы нені шешуіңіз керек. Немесе, қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Бұл жерде де астар бар. Не үшін? Не істеп тұр? Қызына айтып, неге келінге тыңда деп тұр. Оның астында да белгілі бір не бар? Астар, жаңағы тұспалды мағына көп болып келеді. Мақал мәтел нақты болса, мәтел астарлы түрде келеді. Және бір ғана сөйлем, жай сөйлем түрінде келеді. Мысалы, дария жанынан құдық қазба дейді. Не үшін дария жанынан құдық қазбау керек? Себебі не деп білмейсіз да? Ал мақалда оның барлығын түсіндіреді. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол дейді. Немесе ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, сен оның барлығын түсінесің. Мысалы, айдағаны 5 ешкі ысқыртып жіберер дейді. Бұның барлығы не болады? Мәтел болады. Мақал мен мәтелде осындай айырмашылық бар екен. Екі бөлімді болса, көп жағдайда мақал болады, ой анық жетеді. Ал тұспал түрде бір сөйлеммен келсе, ол бізде не болады екен? Ол бізде мәтел болады екен. Міне мақал мен мәтелде басты айырмашылық осы. Енді ОБТ-да сіздерге емес, жалпы ОБТ-да осы уақытқа дейін мақал мәтелге байланысты сұрақ қалай келіп жүрді? Көбіне былай, сақтық туралы мақал мәтел, я болмаса белгілі бір тақырыптарды алады да, сол тақырыптағы мақал мәтелді көрсет деп қана келіп жүрген. Мысалы, өнерге байланысты мақал мәтелді табыңыз деген секілді. Жалпы осы мақсатта ғана келіп жүрді. Жалпы мақал мен мәтелдің айырмашылығы деген дүние осы уақытқа дейін келмеді. Жалпы енді мақал мәтелге байланысты түсінік осы, фразеологизм түсінікті деген ойдамын. Енді спецификацияда жоқ, бірақ сонда да білгендеріңіз абзал. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма маған қоятын? Тестті міндетті түрде бәріміз орындаймыз. Ссылканы чаттарыңызға жібере салыңыздар, өйткені кірмеген оқушылар бар, көрмеген бар. Жалпы 4-ақ сұрақ қой. Соны орындасаңыздар, жалпыма деңгейлеріңізді бір шолып өтейін, қалай түсініп жүрсіздер деген секілді. Сабақтардың соңында осылай өткен тақырыптар негізінде 4-5 сұрақтың көлемінде, яғни соңғы уақыттарда осындай тест болады. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Түсінікті апай. Жақсы. Тесттің балымен көріп, сіздерге өзім айтам деңгейлеріңізді. Жақсы, нашар деген секілді. Ендеше кездескенше, келесі сабақта аман болыңыздар, сау болыңыздар, Алла қаласа ертең боламыз. Сау болыңыз.